Баршаларыңызға әссәләму алейкум. Алла тағала пенделерін жәннатқа кіргізерде, мына 5 пайғамбардың сипатыменен кіргізеді. Әуелгісі Адам пайғамбардың бойыменен. Жәннатқа кіру бақыты бұйырған әрбір пенде Адам алейхиссаламның бойымен бірдей болып кіреді. Бұл жөнінде Абу Хурайрадан жеткен хадисте пайғамбарымыз адам сұлбасында жәннатқа кіргендердің әрқайсысының ұзындығы 60 кез, ені 7 кез болады деген. Бұл хадисті Ибн Хиббан және Имам Бұхарилер жеткізген. Хадистегі 60 кез дегеніміз 30 метрден жоғары ұзындыққа айтылады. Хадистегі өлшем бірлікті білдіретін зироан сөзінің аудармасы кез. Ал кез сөзі қазақтың ұғымында адам қолының ұзындығындай өлшемге айтылады. Ал қолдың орташа ұзындығы 70 сантиметрге тең. Адам ата жаратылған кезде 60 кез болып жаратылған және 60 кез болып жәннатқа кіргізілген. Ислам ғұламалары Адам алейхиссалам жәннаттан шығарылып жер бетіне түскеннен кейін әуелгі бойынан шөккендігін айтады. Бұны пайғамбарымыздың адамдар уақыт өткен сайын аласарып барады деген хадисінен түсінсек болады. Айтқымыз келгені, пенделер Адам атаның жәннатқа кіргендегі бойымен кіргізіледі. Екінші, Дәуіт пайғамбардың даусыменен. Дәуіт пайғамбарға берілген мұғжизалардың бірі оның әсем де әуезді дауысы еді. Тіпті одан өзге әсем дауысты адам жаратылмағандығы айтылады. Дәуіт пайғамбар өзіне түсірілген зәбірді оқыған кезде адамдар, тұмса табиғат, тіпті тауларды тыңдап, онымен бірге жаңғырып қайталаған. Тамылжыған әсем дауысын естігенде ұшқан құс та бір орнында қанат қағып, оның дауысын тыңдаған. Бұл жөнінде Алла Тағала Құран кәрімнің Сәбә сүресінде арасында Дәуітке өз құзырымыздан игілік бердік. Ей таулар, құстар, онымен бірге үн қосыңдар деп баяндаған. Және Сад сүресінде біз Дәуітке тауларды кешкі уақытта және таңертең онымен бірге мадақ айтатын етіп бағындырып қойдық. Және жиналған құстарды да барлығы оған бойсынуға қайтатын деп баяндайды. Байқасаңыздар, кейде таңертең ерте далаға шығар болсаңыз, құстардың әсем дауыспен сайрағанын естиміз. Міне, бұл олардың Аллаға мадақ айтатын уақыты. Осы әсем әуезбен сайраған құстардың өзін Дәуіттің дауысына ұйытқан Аллаға мадақ болсын. Үшінші сипат Юсуф пайғамбардың сұлулығымен. Алла тағаланың Адам атадан кейінгі ең сұлу етіп жаратқан пендесі Юсуф пайғамбар. Бұл жөнінде пайғамбарымыз Миғраж кешінде Юсуф пайғамбармен жолыққандығы туралы айтқанда, шынында оған сұлулықтың тең жартысы берілген екен дейді. Яғни Адам ата сұлулығының жартысы. Юсуф пайғамбардың көздері үлкен, қастары қара, келісті болғандығы айтылады. Бүкіл Адам мен Юсуф пайғамбардың сұлулығын салыстырса, оның сұлулығы жарқыраған көп жұлдыздың арасында ап-анық көрінген толған айдай секілді болады екен. Юсуф пайғамбардың қиссасын естіген болсаңыздар, Мысыр уәзірінің әйелі Зүлейха оның сұлулығына естен танардай ғашық болғандығы айтылады. Бір күні Зүлейха Юсуф пайғамбарды азғындық жолға шақырады. Аллаға бойсынған бенде оның аздыруына көнбей бас тартады. Бұл оқиға үй қызметшілері арқылы қала әйелдерінің арасында өсек болып жайылады. Барлығы Зүлейха қызметшісіне ғашық болып қалыпты, онысы несі деп гуілдеседі. Бір күні Зүлейха өзін өсектеп жүрген қаланың барлық беделді әйелдерін жинап, дастархан жаяды. Және әрқайсының алдына бір жеміс пышақ қояды. Барлығы жиналған кезде Юсуфқа ортаға түрлі тағамдар әкелуін бұйырады. Сол сәтте барлық әйелдер қолдарындағы жемістерін кесіп жатқан болады. Ортаға Юсуф пайғамбар келген кезде оның сұлулығынан көздерін ала алмай, Құранда баяндалғандай өз қолдарын тілгілеп жатқандарын байқамай да қалады. Кейін Юсуф пайғамбар кеткен кезде барлығы қолдарының қан болғандығын көреді. Сол сәтте Зүлейха оларға: сендер оны бір рет қана көріп қолдарыңды кестіңдер, ал мен оны күнде көремін. Менің орнымда болғанда сендер де сөйтер едіңдер дейді. Тарихта сұлулығы сынақ етіп берілген пайғамбардың оқиғасы осылай баяндалады. Юсуф пайғамбардың тарихына қарар болсақ, ол Ибрахим пайғамбардың шөбересі. Ибрахим пайғамбардың бәйбішесі Сарадан туылған ұрпақ. Ал осы Сара анамызға да Хауа ананың жарты сұлулығы берілгендігі және одан кейін ондай сұлу жаратылмағандығы айтылады. Төртінші сипат Иса пайғамбардың жасыменен. Алла тағала пенделерін Иса пайғамбардың жасымен жәннатқа кіргізеді. Ол 33 жас. Иса алейхиссаламға 30 жасында пайғамбарлық беріліп, өз қауымын 3 жыл бойы хақ жолға шақырған. Иса пайғамбардың дүниеге келуі және 33 жасында көкке көтерілуі Алланың үлкен мұғжизаларынан. Осы жер бетінде санаулы ғана ғұмырында
барлық игі қасиеттерді, түрлі қабілеттерді бір бойына жинай білген. 5-ші сипат ардақты пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламның мінез құлқыменен. Сүйікті пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам бүкіл адамзаттың кемеліне жеткен ең көркем мінездісі еді. Бұл жөнінде Қалам сүресінде Аллах Тағала: расында сен теңдесі жоқ ұлы көркем мінез құлыққа иесің дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өз хадисінде: мен көркем мінез құлықтарды толықтыру үшін жіберілдім деп айтады. Айша анамыздан пайғамбарымыздың мінезі қандай еді деп сұралған кезде, оның мінезі Құран еді деп айтқан. Алла Тағала баршамызға пайғамбарымыздың көркем мінездері мен бұл өмірде де мінездерімізді нәсіп етсін. Және ақыретте Алла баршамызға осы 5 пайғамбардың сипатымен жәннатқа кіруді нәсіп етсін. Құрметті бауырлар, бейнежазбамыз ұнаған болса, лайк басып, арнаға тіркеліп, қоңыраушасын баса кетіңіз. Алдағы уақытта осындай өте қызықты әрі пайдалы дүниелер ұсынатын боламыз. Бейнежазбамызды тамашалағандарыңызға Алла разы болғай.